Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрегі адамзатқа деген кеңшілікті қамтиды. Жаңағындай қылықтарын көрген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қиналады. Қатты қиналады ішкі дүниесі. Қалайша тыңдамайды әлемдердің Раббысының сөзін. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла тағала жұбату, түсіндіру, заңдылықтарды түсіндіру аяттарын түсіріп отырады. Бұлар теріс айналып кетіп бара жатқан кезде, әрине ол Алла тағала қалағанша өмір сүреді жердің бетінде. Бірден оны азап кеп шап бермейді. Бірақ қиямет деген күн келеді. Сондықтан Алла тағала айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим Хиджр сүресінде: "Фава роббика", ей пайғамбар, Раббыңмен ант етемін, яғни өзіммен ант етемін дейді Алла тағала. "Ланас'аланнакум ажмаин", олардың барлығын сұраққа тартамыз дейді. Бұлай болмайды. Қазір теріс айнала берсін. Өйткені бұл дүние. Дүние деген мерзімі бар. Мен Құранды тыңдамайды екен деп мерзімін қысқартып жібермеймін мұның. Ол заңдылық. Аяғына дейін оған жасалады, аяғына дейін оған айтылады. Мүмкіндік толығымен беріледі. Ертең өзінен басқа ешкімді кінәламас үшін. Әлбетте біз олардың барлығын жауапқа тартамыз дейді. Сұраққа тартамыз. Амма кану яъмалун. Істеп жатқан амалдары жайында сұраймыз. Бүкіл істеген амалдары жайында сұраққа тартамыз дейді. Ал сен, ей пайғамбар, фаста бима туъмар. Өзіңе бұйырылған нәрсені бас. Қараңыз қандай мәселе. Құранды сөйлей бер. Құранды насихаттай бер. Құранмен үгіттей бер халықты. Уағарид анил мушрикин. Қараңыздар. Және мүшриктерге мән берме деген характерді береді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Уағарид анил мушрикин. Қараңыздар. Мүшриктерге мән берме дейді. Теріс айналып кетіп бара жатқан қылығы саған әсер етпесін. Саған сөйлеп жатқан сөздер әсер етпесін. Сен жүйкеңді, психологияңды о жаққа қарай құртпа. Сенің жүйкең, сенің күш қуатың, әл қуатың барлығы дінге керек. Дінге қызмет етуге керек та. Сондықтан осындай әдемі бұйрықты береді. Уағарид анил мушрикин. Қараңыздар. Мүшриктерге мән бермей-ақ қой дейді. Олар өзін мәнді қылып жүр жердің бетінде. Бірақ мән жоқ дейді оларға қатысты Алла тағаланың қасында ешқандай. Сен де мән бермей-ақ қой оларға. Егер де мән беріп арттарынан қолай беретін болсаң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы мысалы бір мүшрикке Құранның аятын оқып тұрса, ол теріс айналып кете береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артынан жүреді. Тыңдашы, тыңдасаңшы, Құран ғой деп артынан жүгіреді. Ол одан сайын маңызды болады анау адам. Бұндай нәрсе жасама дейді. Ақиқат мұқтаж емес дейді оның артынан еруге. Ол ақиқат үшін жаралған. Түсіндіңіздер ғой? Ақиқат әсте мұқтаж емес. Ол ақиқатқа иілу керек. Сен сол характерді ұста. Олар сенен теріс айналатын болса, сен мән бермей-ақ қой дейді оларға. Міне Нәжім сүресіндегі жаңағы бүгінгі бастайтын аятымыз: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим фа'арид амман тавалла ан зикрина. Қараңыздар. Валам юрид илля аль-хаятад дуния. Ей пайғамбар, біздің үгіт насихатымыздан, яғни Құраннан, Алла тағаланы еске алудан, Құранның насихатынан теріс айналып кеткен адамға сен мән берме дейді. Қараңыздар. Мән берме дейді оған. Көңіліңді ауыртпа, көңіліңе алма дейді ол нәрсені. Валақад на'ламу, расында біз білеміз дейді ей пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Расында біз білеміз. Иннака ядиқу садрука бима яқулун. Олардың айтқып жатқан нәрселерінен сенің көкірегің ауырады дейді. Олардың жаңағы Құранды тыңдамай кетіп қалуының бәрі сенің жүрегіңді ауыртады дейді. Өйткені Құранға олай істеуге болмайды ғой. Әлемдердің Раббысы сөйлеп жатқан кезде. Фасбир аля ма яқулуна. Айтып жатқан нәрселеріне сабыр ет олардың. Айтып жатқан нәрселеріне сабыр ет. Сенің настроениеңді
сенің характеріңді, мінезіңді бұза алмасын дейді олар жаңағы істерімен. Хақтың характері тұрсын дейді сенің бойыңда. Ақиқаттың характері, мінезі салмақты. Айтасың, теріс айналып кете ма? Теріс айналып кетеді. Келесісіне барасың. Тыңдай ма? Айта бер. Келесісіне барасың. Теріс айнала ма? Мән бермей қой. Осындай мәселе. Сосын жаңағы теріс айналып жүрген адамның Алла Тағала жүрегінде не бар екенін бізге баяндайды. Неге ол теріс айналады? Құранның насихатынан. Қараңыздар. Валам юрид иллал хаятад дуния. Өйткені ол дүние тіршілігінен басқа нәрсені көздемейді дейді бұл өмірінде. Қараңыздар. Осы дүниесінде ол, оның мына ақылы, ойлау қабілеттері, жоспарлары, мақсаттары, мүдделері, армандары түгелі осы дүние тіршілігімен байланған дейді. Көрдіңіз бе? Ал сен сөйлеп жатқан Құран ақырет келеді деп сөйлеп жатыр. Қараңыздар қандай мәселе. Ол дүние тіршілігін ғана қалайтын адамдар дейді. Дүние тіршілігін қалайтын адамдарға мән берме дейді. Олар сен үшін ешбіреуі саған өнег емес. Қараңыздар. Мына дүниенің тең жартысын мініп алса да, мүлде қызық нәрсе емес ол мұсылманға. Біз үшін бұл нәрсе қызықты емес. Дүниеден басқаны қаламайтын адамға, біздің үгіт насихатымыздан теріс айналған адамға мән берме дейді. Енді қараңыздар, Алла Тағала қалай сипаттайды оларды ары қарай. Залика маблағуху минал илми. Бұл олардың осы дүниедегі білімдерінің жеткен жері дейді. Қараңыздар. Егер адамда иман болмаса, қараңыздар қандай мәселе. Онда оның бүкіл білімінің жеткен жері дүние екен. Дүние тіршілігі тек болды. Осы дүниемен ғана байланған. Бар білетіндері, білімдерінің жеткен жері тек осы дүние дейді. Сол себепті олар сені тыңдамайды дейді. Сол себепті олар сені тыңдамайды. Сені тыңдамаған кезде сен оларға мән берме. Пайғамбарымыз салсам қатты қиналады. Алла Тағала өзі айтқандай, Құранда аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Анғам сүресінде айтады. Құд нағламу иннака ла яхзунук. Жаңағы яхзунуху лази яқулун. Олардың саған қарай айтып теріс сөйлеп жатқан нәрселері, Құранға тіл тигізіп жатқаны, саған тіл тигізіп жатқаны, неше түрлі сөздерді айтып жатқан нәрселері сені мұңайтады дейді, біз білеміз дейді бұны. Расында келген кезде фаиннахум ла юказзибунака дейді, қараңыздар. Шындап келетін болсаң дейді, Алла Тағала айтып отыр ғой баяндап. Шындығында олар сені теріске шығармайды дейді, қараңыздар. Олар біледі дейді сенің қандай адам екеніңді. Шындығында сені теріске шығарамайды дейді олар. Валакинна золимина би аятиллахи яшхадун. Бірақ та ол Алла Тағаланың хақсына әділетсіз болғандар, қараңыздар. Алла Тағаланың жалғыз Аллаға құлшылық қылу деген хақысына әділетсіз болғандар би аятиллахи яшхадун. Олар Алла Тағаланың Құраннан сен сөйлеп жатқан аяттарына біле тұра қарсыласады дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Негізінде Құранда пайғамбарымыз сөйлеген кезде кез келген әсерет жібереді екен ол асылы. Теріс айналып кетіп қалудағы мақсаты да, мына жерде ұзақ тұра берсем басқадан болып кетем ау дейді. Түсіндіңіз ба? Әл-Уалид ибн Ал-Муғира деген іштеріндегі ең, мысалы жаңағы Құрайштың райханы деп баяндайды пайғамбарымыз өмір баянында. Енді бетке ұстары. Сол Уалид ибн Ал-Муғира әсерленген осы Құраннан. Әсерленіп түрі өзгеріп баратқан кезде жаңа Абу Жахл ғой қасына келіп. Сізді сиқырланып қалды ма деп ойлап жатырық дейді. Қараңыздар. Сіз секілді адам мүмкін емес қой бұндай нәрсе. Сөзді қалай табады Абу Жахл? Бұл бізді қатты мұңайтуда дейді. Кім айтты мені Мұхаммедтен әсерленіп жүр деп? Қараңыздар, басталды. Түсіндіңіздер ме қандай мәселе? Міне егер де өзі Алла Тағалаға мән бермесе, Алла Тағаланың Құранына мән бермесе, ол теріс айналса, сен де мән бермей қой дейді оған. Болды. Оның қалағаны бар ғой. Ла икроха фиддин, Алла Тағала қағидасы, дінге зорлық жоқ. Егер қалаған нәрсесі дүние болса, қараңыздар,
Онда дүниені бере саламыз дейді Алла Тағала. Қараңыз заңдылығы қандай. Дүниені қалады ма, дүниеге мінгізіп жібереміз дейді оны. Қалаған нәрсесіне қол жеткізсін дейді мына дүниеде. Қараңыздар қандай мәселе. Осы біліммен жаңағы өздерінің өмір сүріп жатқан кездегі жағдайларына, бүкіл сол күнгі жаңағы жағдайлары, қол жеткізген дүниелері, қол жеткізген жаңағы ғимараттары сол заманға сай. Соның бәрі оларға ғылым деп аталған. Сонда Алла Тағала түсіндіру үшін андай бір аятта айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Афалам ясиру фил арди. Бұл Құрайштың мүшриктері жердің бетін кезбеп педі. Сапарға барады ғой ар жаққа. Сапарларға барып жатқан кезде жердің астына кіріп кеткен қалалар, жаңағы жердің астынан нетіп кеткен орындарды көреді, өздері әңгімелеп жүреді ол нәрселерді. Афалам ясиру фил арди. Бұлар жердің бетінде жүріп көрмеді ме? Фаянзуру. Назар салмады ма? Кайфа кана ақибатул лазина мин қаблихим. Өздерінен бұрын Алла Тағаланың хақысын мойындамағандармен не болғанын. Ауылдар жердің астында жатқан, қалалар, ғимараттар кіріп кеткен халқысымен бірге. Қараңыздар қандай мәселе.